Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен таңғы асқа беруге болатын сырники тәттісін дайындаймыз. Ол үшін 500 грамм творог, шай қасықтың 1/3 бөлігіндей тұз, 6 үлкен қасық шекер, 1-2 грамм ванилин, 4 үлкен қасық жоғарғы сорт ұн, 1 тауық жұмыртқасын қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Қоспаны холодильникте 20 минут қалып тастаңыз. Ендігі жерде қоспаны холодильниктен алып, осылай 12 бірдей бөлікке бөлу қажет. Бірдей бөлікке бөлгеннен кейін ұн сеу, ұнға 2 жағы малып, осылайынан домалақ форма жасаймыз. Табаға май құйып қыздырып, сырникиді 2 жағынан қуырып аламыз. Әр жағынан 2-3 минуттан қуырсаңыз жеткілікті. Мінекей біздің сырники дайын. Барлықтарыңызға ас болсын. Вареньемен немесе қаймақпен ұсынсаңыз болады. Қандай тағам жасағанымды қалайсыздар? Комментарийға жазып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Гүлфайруз.